Қазақ тілі сабағынан сабақты қорытындылау ретінде еліктеу сөздер атты тақырыпты өттім. Ең алдымен алдыңғы сабақта өтілген еліктеу сөздер жайында қысқаша сұрақтар қойылды. Әрбір жауаптан кейін балаларды бағалау жүргізіліп отырылды. Еліктеу сөздер дегеніміз не, олар қаншаға бөлінеді, олардың сұрақтары қандай, мысал ретінде сөздер айттық және де тапсырмалар орындадық. Тапсырмаларға байланысты сұрақтар қойылды. Әр жауаптан кейін керемет, жарайсың, тамаша деген смайликтер арқылы бағалап отырдым. Және сабақ ортасында сергіту сәтін жасадық. Және орындаған тапсырмаларын чатқа және жекеге жіберіп отырылды. Сабақ соңында әдеттегідей үйге тапсырма берілді. 54-ші жаттығу мәтінді оқып еліктеу сөздерді табуға бердім. Және кері байланыс жасадық. Сабақтың қай жері түсінікті, қай жері түсініксіз сұрақтар болса қойып отырды.